Бұлай істеуге болмайды. Ата-әже, ана-әкелер, кіп-кішкентай сәбиді өзі отырғанша отырғызбаңыздар, тұрғанша аяғын тіремеңіздер, жетектемеңіздер деп жатыр ғой білікті мамандар. Құлақ асайықшы. Ешкім өлген жоқ, солай бақтыңыздар, аман саумыз. Бірақ неге бел-аяқ мойнымызда қандай да бір ақау бар? Дамыған ғасыр ұрпағы болған соң түрлі білім бізге жетіп, естіп жатқанымыз болмаса, сіздерге ақыл айтайық деген ойымыз жоқ. Әке ана болған біздің де үлкендерге дұрыс жеткізуге, сау қарым-қатынас құруға бала алдында жауапкершілігіміз бар. Әсіресе ер азаматтар, келіншегіңізді араластырмай, бәрін өзіңіз ата-анаңызға ескертіп отырсаңыз, неге аяғын тіреуге, жастыққа сүйеп отырғызуға, жетектеуге болмайды? Бірінші өзіңіз жете ізденіп біліңіз, сосын ата-анаңызға ескертіңіз. Келіншегіңіздің айтқанынан сіздің ұқтырғаныңыз үлкен кісілерге жағымдырақ. Неге сәби өзі сүйеніп тұра алғанша аяғын тіреуге болмайды? Бірінші, степпинг рефлекс деген бар. Ол сәбидің алғашқы айларында байқалады. Сәбиді тік ұстап, аяғын жерге тигізгенде жүргенде қимыл жасайды. Бірақ бұл рефлекс жүруге, аяғын тіреуге дайын екенін білдірмейді, тек жүйке жүйесінің дамып жатқанын көрсетеді. Сәбиді жүре бастау уақытына дейін тұрғызуға тырыспау қажет. Сіз аяғын тіреп, жастыққа сүйеп, жүруге, отыруға үйретіп жатырмын деп қателеспеңіз. Бала өзі дамуы жеткенде үйреніп алады, әрі үйретудің басқа зиянсыз жолы бар. Степпинг рефлексі 2-3 айдан кейін табиғи жоғалады да, ау-мынау еңбектеу жүруге ұласады, алаңдамаңыз. Екінші, сәбидің аяқ бұлшықеттері мен сүйектері толықтай дамып болмағандықтан, ерте тұрғызу сүйектерді деформацияға ұшыратып, омыртқаға салмақ түсіп, болашақта грыжа, сколиоз сынды түрлі ауруды тудыруы мүмкін. Үшінші, сәбидің тепе-теңдік сезімі мен моторлық дағдылары дамып болмағандықтан, құлап жарақат алуы мүмкін.